Сәлем оқырман. Мұса болса бүгін жобада кетуге шешім қабылдаған секілді. Тағы да сол бір жайт болды, жүргізушімен келіспей салғыласып қалғаны болды. Венера ханымды ашуландырып бір сөзге келіспеушілік болғаны керек. Даудың бәрі сол бір жігіттердің ұсақталып кеткені. Үйленуге келіп жұмыс жасамайтындары туралы болған. Оған келіспеген Мұса солай қыздармен ұрыстың басын бастаған болатын. Венера ханым болса Мұсаға айтқан болатын: менің пікірім ұнамаса шығып кете бер. Мұса ойланбастай эфирден кете салған болатын. Бірақ біраз уақыттан соң Мұса өзі ақ келе қалды. Ашуын басып сабырға келгенін айтты. Солай әңгіме жабылған болатын. Эфир біткен соң Мұса Инстаграм желісінде өзінің ойын айтты. Жалпы қырсықтық кейде аяғыңнан шалады. Кейде бірақ басында тік ұстауыңа үлкен септігін тигізеді. Кім не демеде мен білмеймін, іште жатқан ойымды ашық айтып үйренгенмін. Бойымда сондай тәрбие. Ешкімді ренжіту, біреуді түсіру мақсатында емес. Қалай бармын, солай сыйлағаны дұрыс деп ойлаймын. Қолдау білдіріп жатқандарға рахмет, деді Мұса. Көп пікірлерді оқысақ, Мұсаны қолдап жатқандар көп. Сол пікірлерді оқып көрсек, Мұса осы жерден кеткенін дұрыс. Бұл жерде адастырып, шағылыстырып, айтыстырып отырады. Сырттан жақсы, бақытты болып кетесің. Роза жақсы қыз, бақытты бол. Шындықты бетке айтқан жақпайды қайдада. Осылайықта Альмираға айтып Мұса эфирдан кеткен. Венераға да ұнамады. Мұса дұрыс пікір айтады, сол үшін қуылады эфирдан. Мейірбек те сол үшін кетті. Венераның өзі кету керек нақтысы. Венера мүлдем эфир жүргізе алмайсыз. Жүргізуші деген нейтральная болу керек, конфликтті шешу керек. Құрметті редакция, өтініш білімі бар. Эфир жүргізе алатын жүргізушіні алсаңыздар. Венера жарайсын, Мұса қатысушыма. Жүргізушіні сыйлау керек. Өзіне ыңғайлы кезде ыңғайлы сөйлемей, пікірді көтере алмаса шығып кетсін. Дейді оқырмандар, ал сіз қалай ойлайсыз?